Мен әлемдегі ең үлкен молға келдім. Азия мол бар, Исентай мол бар, неше түрлі Дубай мол дегендер бар, және әлемдегі ең үлкен осы Иран мол деген бар. Бүгінгі видео осы Иран мол туралы. Ең үлкен сауда үйіне қала келгенімді айта кетейін. Өте ерекше таксидің түрімен келдім. Таиланд, Малайзиядан келеміз ғой. Осындай таксимен Иран молға бара жатырмыз. Иран молын көреміз, қандай екен, не екен. Мопед такси. Такси тоқтап тұрсам, өзі келді, өзі жақындады. Жаңбыр басылды. Енді біз жүріп бара жатқан кезде жаңбыр күн күтпейді деп ойлаймын. Бізде жауырынның көкесі болады. Осылай мопед таксимен жүрсең, көп нәрсені біледі екенсің, және көп нәрсені көреді екенсің. Мысалы, Тегеран автобустары осындай үлкен жолдарда қақ ортасымен жүретінін білдіңіз бе? Байқадыңыздар ма? Ортасымен автобус жүреді, ар жағымен встречный жүреді, мына жағымен екі линиямен тіке жүретіндей жүреді. Жолда кәдімгідей бөліп тастаған. Қақ ортасымен тек қана автобустар жүреді. Жол жиегінде осындайлар сатып тұратындар көп екен. Білмеймін, зат сатып тұрғаны, әйтеуір бірдеңелер сатып тұр. Біздің базарларда болады ғой. Зелень берем деп. Сондай сияқты. Тек біздің базарларда әйел адамдар тұрса, мында балалар, еркектер толып тұр. Ойында 1 километрдей толып тұр. Мына жақта да тұр. Айқалап қояды еще. Шамамен 25-30 минутта жүрген болармыз. Жеттік әйтеуір Иран молға. Иран мол 2018 жылы ашылды. Оның ауданы 1,69 миллион шаршы метр. Осы себептен Иран мол жер шарындағы ең үлкен сауда үйі болып саналады. Негізгі осы ауданның 70% паркинг, туристік аумақ, тамақ ішетін деген сияқты аймақтармен қамтылған екен. Яғни, былайша айтқанда, сауда бутиктері емес. Біреулер ойлауы мүмкін, бұл үлкен ғимаратты әлемдегі ең үлкен етіп неге салды? Бұны салып бастаған кезде Иранның геосаяси жағдайы өте жақсы болған. Барлық елдермен дос болған, қазіргідей санкция жоқ, свет системасынан айырылған жоқ. Барлығы бар, нормально күркіреп тұрған кезде, мұнайы бар, барлығы бар кезде, сөйтіп тұрған кезде әлемдік брендтармен, әлемдік компаниялармен келісімге отырып, осындай әлемдегі ең үлкен мол салуға келіседі. Содан соң ара қатынастар бұзылады, ал бұл мол салынады. Содан соң тек ирандық және Иранның дос елдерінің брендтері салынған. Қытай, Ресей деген сияқты. Және Иранның өздерінің брендтері
магазиндері, сондайлары барлығы салынған екен. Кейбір жерлер бос тұр. Бірақ соның өзінде де барынша Иран үкіметі өзі қаржыландырса да, өздері спонсировать етсе де, әйтеуір бірдеңе етіп, осы үлкен әлемдегі үлкен молды толтырып қойған екен. Ал сауда бутиктеріне келсек, олар өте көп. Нақты санын шамамен ғана айтады. Сол бутиктерге әрқайсына соғып 5-5 минуттан араласаңыз, бүкіл бутиктерді қарап шығуға 3 күніңіз кетеді екен. Машқара үлкендігін осыдан да байқай беріңіздер. Ыдыс-аяқ сияқты сувенирлер сататын жерге кіріп кеттім. Сувенирлерді қараңыз. Мысық. Неше түрлісі бар. Мынау не? Жануар. Немесе құбыжық. Неше түрлісі бар. Қыштан жасалған құмыраларды білетін едік қой біздер. Мындай. Бұл кассета. Сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме? Мен айта кетейін, Иранда көбіне жер үйлерді осындай самауырмен шай ішеді. Бұл кезінде Рус елінен әкеліп, содан кейін осы жақта қалып қойған дәстүр. Кішкентай самауырындар әлі күнге дейін үйлерде шай ішіледі. Ал мынадай самоварлар Табриз деген қалада жасалады екен. Сол орыс самоварлары қатты ұнап қалған ғой ирандықтарға. Иранда жүріп, қалай кілемдерді айтпаймыз. Иран кілемдері бренд жағынан бірінші орында. Яғни, әлем бойынша бірінші орында әлі күнге дейін ешкімге бермей келе жатыр. Мына кілемдерді ұстап қарайсың ғой. Өте жұмсақ. Осылардың барлығын қолмен тоқылады. Сондықтан өте қымбат. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, бұны ұстап көру керек. Кішкентай болса да өте қымбат. $5,000 дейін, $1,000, $5,000, $10,000 ары қарай кете береді. Үлкендері одан да қымбат. Және бұлардың айырмашылығы жасаған мастерге байланысты. Егер мастер типа Dolce Gabbana деген сияқты әйгілі болса, ол қымбат болады. Ал егер танымал емес, жай болатын болса, онда оның кремдері кішкене арзандау болады. Солай бағалары бөлінеді екен. Типа біздің Түркістандағыдай тайқазан сияқты. Қараңыздар, қандай әдемі. Әп-әдемі болып тұр. Кілемнен жасалған. Рамкамен қаптап қойған. Әп-әдемі. Жаңа сатушы келіп маған айтып жатыр. Мына картинканы, мысалы үшін осындай үлкен ғой, ең соны қанша теңге деп ойлайсыздар? $2,000 айналасы. Теңгеге айналдырғанда $2,000 ол 900 мың теңге. Почти миллионға жақын тұрады. Миллион теңгеге сатып алып, төріңізге іліп қоюға болады. Егер Ираннан алып кете алсаңыз әрине, мынандай үлкен затты. Кілемнің жұмсақтығы бөлек екен. Аталарымыз айтқандай, бөпенің көтеніндей екен. Ана ұстағанда өте жұмсақ. Ручной работа. Қолдан тігілген. Мына жерде мастердің бірдеңесін айтты. Мен енді кілеммен айналыспаған соң қатты түсінбеймін де, бірақ мынаны ұстаған адам деген бұдан жұмсақ нәрсені ешқашан көрмейді ау. Өте жұмсақ. Мынаның бағасы $1,500. Ең мықты жері ол осы кітапхана. Ал мен дәл қазір Иран молдың ішіндегі үлкен кітапхананың ішінде жүрмін. Мына кітапхананың үлкендігі деген
бөлек. Қараңыздар. Қазір кадрлардың барлығын көрсем. Бұл деген енді машқара. Ішінде қанша кітап бар деп ойлайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Я, машқара десе машқара. Кітапхана көлемі 70 000 шаршы метр. Бұл кітапхананың ішінде 50 000 кітап бар екен. Жаңа мен қызметкерлерден сұрадым, қанша кітабыңыз бар деп. Олар айтады, 50 000 кітап. Фарсы тілінде, яғни өздерінің Иран тілдерінде жазылған, ғұламалардың, ойшылдардың, барлықтарының кітаптарын барлығын қосқан кезде сол неше түрлісі бар, бұл жерде неше түрлі жанрлар бар. Студенттік кезден кейін осы болар көп уақыт кітапханада жүргенмін. Иран молды аралап жүріп, мұрындарын ақ лейкопластырмен таңып алған қыз келіншектерді көп кездестірдім. Қызды көріп жүрсіңіздер ме? Мұрнына операция жасалған. Жалпы Иранда мұрындары үлкен болады қыздардың. Сондықтан олар өздерінің мұрындарына пластикалық операция жасайды екен. Иран пластикалық операция жасаудан интернет көздеріне сүйенсек бірінші орын алады екен. Жарайды, мұрын өздерінікі ғой, білгенін жасасын. Ал мен Иран молдың қызықтарын аралай берейін. Қараңыз, қандай водопад жасап қойған, әп-әдемі жасап қойған. Және бұл бүкіл ағып, мына жерге келіп, ары қарай фонтан сияқты кетеді. Міне адамдар міне судың үстінен спокойно өтіп жүру беруге болады. Сіздер де жүріп көрейік. Асты су. Мына жақ су, асудың барлығы мына жақтан келіп жатыр. Қалай? Осылай мәз болып тұрғанда оқып өтпесем болды. Иран мол ішінде қонақ үй, тамақ ішу орындары, сонымен қатар спорт алаңдары да бар. Тіпті қатты ыстық Тегеранда осындай мұз алаңы да бар екен. Біздер Иранды білеміз футзалдан және де басқа спорт түрлерде, бірақ сіздер Иранның хоккей командасы бар екенін білесіздер ме? Олар қайда жаттығады дейсіздер ғой? Олар осы жерде жаттығады. Иран молдың ішінде коньки тебетін жер бар екен. Міне кішкентай хоккеисттер де бар. Иран молды аралап болған соң есік алдына шығып, бір жігіттермен сөйлестім. Жақсы тіл табысып кеттім. Қарапайым жігіттер екен. Метроға дейін жетіп алайыншы деп едім, кеттік деді ғой. Тава келіп жүрген бауырлармен бірге метроға дейін бара жатырмын. Лақтып кетеміз. Сұрай қойып едім метрода. Кеттік. Солармен бірге барамын. Қазір түскеннен кейін сыртынан көрсем қандай машина екен. Құта қандай машина, бірақ көңілдері кең да екі жігіт. Бұл екі жігіт Араш пен Али. Қала бойынша кітаптарды тасиды екен. Ағылшынша шамалы білетіні болмаса, өте қарапайым адамдар. Bir دقیق خواهی کرده مرکز شراری بیا بنویسی گوشی Метро таба алмай жүрміз. Бір шама жүрдік, ақыры автобус аялдамасына келдік. Міне осы машинамен әкеліп тастады мені. Араш пен Али. Екеуі еще Али мен шығарып тастадық та әкеліп до конца отырғызып тастайын деп жатыр мені. Міне осындай адамдар үшін саяхаттау керек қой. Маған билет төлеп жатыр. Мына жерден саламыз ба?
Али деген жаңа досымен қоштасып, осы жерден автобусқа отырып, Фирдауси жаққа жол тарттым. Бір аялдама ерте түсем деп, жергілікті халықтың қандай жанашыр екенін байқадым ғой. Бір остановка бұрын түсіп қалып едім. 3 адам, 4 адам бірдей. Бұл сенің остановкаң емес. Фирдауси деп жатыр ғой. Жаны ашып жатыр да. Бұрын түсіп кеттің деген сияқты. Абана менің Али деген танысым. Мені шеткеден әкеліп тастаған. Солар айтып кетті, айқалап ше. Бұл деген мейман деді ме, мехман деді ме, қонақ деді ме, көмектесесіңдер ғой деп, анау деп айтып еді. Соған бір әйел адам алдында тұрған. Және басқа да ер адам, ағайлар оларды айтып жатыр да. Фирдауси бірдеңе деп. Жан ашып жатыр да. Жақсы сондай істер. Я, адамдары мейірбан, жақсы екен. Аялдамадан ерте түсуінің себебі бір шағын кафе үшін болды. Донерхана екен. Сол жерден Тегеран көше тамағын жеп көргім келді. Иранның көше тамағын татып көреміз қазір. Көрейік, қанша теңгеге шыққан бір түсінбей қалдым. Мен түсінгенім 110 тұманға шықты. Секер екен. Зүға ұқсайды. Енді мынаны ашып жеп көрейік. Жағынан ашық екен. Тұсқына қарасаң донерге ұқсайды. Иісі мықты. Көрейік, бисмилля. Мынаның ішінде еттен гөрі шөп, капуста дегендер көп екен. Енді еті келіп жатыр. Дәмді. Үлкендігін қараңыз. Қандай үлкен. Бір қарыс. 2 қарысқа жақын. Кебап деп отырып, шайды дамып кет. Дәмін көрейік. Қарапайым шай. Ешқандай айырмашылық өзгеше жоқ. Астарыңыз дәмді болсын, тамаша болғандар болса. Осымен әлемдегі ең үлкен сауда үйі туралы видеоның соңына жеттік. Осы видеоны барлық WhatsApp топтарға бөлісіп, қазақ YouTube'ның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өзіңізде тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.